Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздер байқағандай, соңғы кездері каналымда жаттығулар болмады. Оның себебі жаңа жылдың алдында маған операция жасалған болатын. Сол операциядан кейін 2-3 килограмм қосып алдым. Дұрыс тамақтанған жоқпын және қозғалыс аз болды. Әзірше енді маған жаттығулар жасауға болмайды. Сондықтан сіздермен ПП рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін 2 күндік ақтауға арналған менюмен бөлісетін боламын. Бірден айтамын, калориясын санаған жоқпын. Құрамы қарапайым азық-түліктен тұрады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көрдіңіздер және қанша граммға арықтадыңыздар, соны осы видеоның астында комментарийде бөлісіңіздер. Ал кеттік, бастаймыз. Таңғы асқа ПП бутерброд жасаймыз. Ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Шанышқымен жақсылап араластырамыз. Менде сулугуни ірімшігі. Сіздер басқа да ірімшікті қолдансаңыздар болады. 20 грамм сулугуни ірімшігін кесіп аламыз. Баяу отта табаға май жағамыз. Шамамен 2 нанның қосындысы 50-60 грамм болу керек. Менде ашытқы қосылмаған дәнді нан. Егер сіздерде қара нан болмаса, ақ нанды да пайдалансаңыздар болады. Видеода 1 күнге арналған таңғы асты көрсеттім. Тура осындай қылып, тағы 2-ші күнге таңғы ас жасаймыз. Міне видеода көрсетілгенде 2 күнге таңғы ас жасап, контейнерлерге салып қойдым. Ал бірінші перекусқа менде ПП сүзбелі пирог болады. 360 грамм ірімшікке 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне 1 ас қасық қант қосамыз. Егер сіздер тәттірек болсын десеңіздер, 2 ас қасық қант қосуға болады. Блендермен немесе шанышқымен езіп аламыз. Менде күріш ұны. Күріш ұнға жарты шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз және оны сүзбеге қосып, жақсылап венчикпен немесе шанышқымен араластырамыз. Менде силиконды форма, оның размері 16 см. Ешқандай май жақпаймын, себебі силиконды формада пирог жабыспайды. Қыздырылған пеште 180 градуста қызарғанша дейін 30-35 минут пісіреміз. Бұл пирогты пайызы аз қаймақпен немесе балмен жесеңіздер болады. Түскі асқа тауықтың аяқтары және гарнирге макарон болады. Тауықтың аяқтары менде 10 штук болды. Соны жақсылап тұздап аламыз. Мен 1 ас қасық қаймаққа кішкене су қосып, паприка, кептірілген сарымсақ қосып араластырдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша артық қоспасы жоқ дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста 60 минут пісіреміз. Ал гарнирға менде макарон,
Оның 2 күнге санағанда граммы 100 грамм болды. Яғни 2 күнге 100 грамм макаронды өлшеп аласыздар. Қайнаған тұзды суда пісіріп алдым. Үстіне 10-15 грамм сары май немесе зәйтүн майын құйсаңыздар болады. Міне 2 күнге арналған ПП түскі ас дайын. Ал қалған тауықтың аяқтары кешкі аста жейтін боламын. Яғни 4 тауық аяқтарын 2 күнге бөліп жейсіздер. Ал енді екінші перекусқа менде бірінші күнге банан мен 20 грамм арахис болды. Екінші күнге алма және 20 грамм арахис болды. Достар, видеода мен көрсетуді ұмытып кеттім. Міндетті түрде осы рационға көкөністерді қосуды ұмытпаңыздар. Менде қызанақ және қияр болды. Міне 2 күнге арналған ПП меню дайын. Басқа ПП рецепттер мен жаттығуларды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.